Сәлем достар, менің есімім Ерлан, мен сендерге бүгін жүктемелі USB дискін жасауды үйретемін. Жүктемелі USB дискісі бізге не үшін қажет деген сұрақ туындап отыр. Қазіргі ғылыми техникалық даму кезінде көптеген қолданушылардың арасында нетбуктер кең орын алған. Бірақ та нетбуктерге операциялық жүйені орнатудың бір қиындығына тап боламыз, себебі нетбуктарда бізде DVD дискісін оқитын таспа болмайды. Сол үшін біз операциялық жүйені USB дискісі арқылы орнатамыз. Бұл USB дискісін дайындаудың әдісін мен сіздерге осы сабақта үйретемін. Ең алдымен бізге қажетті заттарды белгілеп алайық. Бізге 4 гигабайттан асатын флешка қажет болады, және де Windows 7 операциялық жүйесі бар диск. Мен Windows 7 операциялық жүйесін орнататын USB флешканы жасайтын болғандықтан бізге осы диск қажет болады. Және де Windows-тың операциялық жүйесі орнатылған ноутбук немесе дербес компьютер қажет болады. Бірақ та оған қоятын талабымыз бізде DVD дискісін оқу керек, себебі Windows 7 операциялық жүйесі бар диск ол DVD дискісі болып табылады. Жүктемелі USB дискін жасауға кірісейік. Ең алдымен пуск бағдарламасына басып, барлық бағдарламаның ішінде стандартты болмасында командалық жол бағдарламасын ашамыз. Командалық жол ашылды. Енді біз командалық жолдағы үнсіз келісім бойынша белгіленген бағдарламалардың ішінде diskpart бағдарламасын ашамыз. Diskpart ашылды. Енді осы diskpart арқылы біз жүйемізде тіркелген барлық дисктердің тізімін аламыз. List disk. Дисктердің тізімін алдық. Маған қажеттісі міне екінші нөмірмен белгіленген диск 8 гигабайттық жуықтап алғанда 8 гигабайттық USB флешка. Осы флешкаға мен операциялық жүйені орнатамын. Бұл флешка арқылы біз операциялық жүйені басқа ноутбуктарға немесе нетбуктарға орнатамыз. Ол үшін мен осы дискті таңдаймын. Select disk 2. Нөмірлермен қателеспеуіңізді, мұқият қарауыңызды сұраймын, себебі егер сіз нөмірді дұрыс жазбасаңыз, сізге қажетті заттарды, мәліметтерді өшіріп тастауыңыз мүмкін. Екінші дискті таңдаймын. Біздің дискіміз таңдалды. Енді осы дискті мен тазалаймын. Clean. Чистка диска выполнена успешно. Енді тазаланғаннан кейін біз осыған бөлімді ашамыз. Create partition primary. Раздел успешно создан. Енді осы бөлімді біз таңдаймыз. Select partition 1. Таңдалды. Және де осы бөлімді біз белсенді қыламыз. Актив деген белсенді болғаннан кейін бұл USB дискімізді форматтауға болады. Формат файлдық система NTFS қыламыз. Ең көп қолданатын. Форматтау қазір бізде біраз уақытты алады. Мінеки diskpart бағдарламасы USB дискісін форматтауды аяқтады. Енді біз осы дискті ішіне кіреміз. Assign. Енді бағдарламадан шықсақ болады. Diskpart. Біздің USB дискіміз дайын десек те болады. Және де дисководтың ішінде, осы операциялық жүйесі бар дисктің ішіндегі boot болмасын ашамын. Осы boot болмасындағы біз boot кодты қазір USB-мызға орнатамыз. Ол үшін boot sect операциясы қолданады. Мұнда NT60. Және де келесі әріпті біз осы USB флешкамыздың әріпін белгілейміз. Мендегі әріп бұл G болғандықтан мен G деп жазам. Сіздерде ол сіздің USB дискіңіздің әріпі болады.
Enterға басам. Boot code was successfully updated. Яғни біздің USB-міз операциялық жүйені орнату үшін дайын. Енді бізге тек қана дисководты ашып, оның ішіндегі мәліметтерді біздің USB флешкамызға жазу ғана қалды. Оны біз қарапайым түрде жүргіземіз. Біріншіден біз операциялық жүйесі бар дискті ашамыз. Және де G көріп тұрсыз, менің USB дискісім. Осындағы барлық мәліметтерді флешкаға жіберем. Барлық мәліметтер көшірілгеннен кейін біздің USB дискіміз арқылы біз нетбукқа немесе дисководы жоқ компьютерге операциялық жүйені орната аламыз. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.